Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, менің каналымның көрермендері және қонақтары. Бүгін сіздермен өте тез дайындалатын, әсіресе асығыс кезде кешкі асқа дайындай қоятын керемет тағаммен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге видеода көрсеткенімдей жуа, түрлі көкөністеріңіз болса қоса бересіздер. Менде осы жуаны жақсылап қуырып алдым да, дүкеннен алған фримді осылай қызартып қуырып аламыз. Және өзіңіздің жақсы көретін дәмдеуіштеріңізді салыңыздар. Татымына қарай, одан кейін осылай жақсылап қуырып, үстіне мен қызанақтарды домалақ қылып турап қойдым, дәмі жақсы шықсын деп. Одан кейін тағы да бір аударып қуырып алып, үстіне жұмыртқа салсаңыз да, колбаса салсаңыз да бола береді. Осылай видеодағыдай жасаңыздар, кешкі ас бір 10-15 минутта дайын болады. Баршаңызға ас болсын. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.